Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен бірге әйгілі американдық синнабон булочкасын дайындаймыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен ыдысымызға су, қант және де аштықыны қосып араластырамыз. Және де бетін жауып 15 минутқа қалдырамыз. Басқа ыдысымызға жылы сүтті құямыз, жұмыртқа қосамыз және де тұзды қосып араластырамыз. Үстінен ерітілген сары майды қосып, тағы да араластырамыз да жаңағы дайындаған апарамызды құямыз. Енді ұнды електен өткізіп, жұмсақ қамыр илейміз. Иленген қамырымыздың бетіне сұйық май жағамыз. Бетін жауып 1 сағатқа көтерілуге қалдырамыз. Салмасын дайындаймыз. Бұл жерде ұнтақталған даршын және де қант. Екеуін араластырып дайындап қоямыз. Біздің қамырымыз көтерілді. Енді үстелдің үстіне кішкене ұн сеуіп, қамырымызды жайып дайындаймыз. Жайылған қамырдың бетіне жұмсақ сары май жағамыз. Майдың бетінен жаңағы дайындаған қант араластырылған даршынды сеуіп шығамыз. Енді қамырымызды рулет тәрізді етіп ораймыз. Қамырымызды бір шетінен бастап кесіп шығамыз. Мен осылай жіп қолданамын. Өте ыңғайлы әрі біркелкі болып кесіледі. Противенге пергамент қағазын төсеп, жаңағы булочкаларымызды тізіп шығамыз. Енді булочкаларымыздың бетін жабамыз да 20 минутқа қалдырамыз. 20 минуттан кейін біздің булочкаларымыз осылай әдемі болып көтерілді. Енді 180 градуста қызып тұрған пешке 25-30 минутқа жібереміз. Булочкаларымыз піскенше біз бетіне жағатын кремін дайындаймыз. Бұл жерде қаймақ, қант және де кішкене сүт. Барлығын араластырып дайындап қоямыз. Мінекей біздің булочкаларымыз пісіп шықты. Енді жаңағы бетіне дайындаған кремді жағып шығамыз. Мінекей достар, осымен біздің синнабон булочкаларымыз дайын болды. Өте дәмді әрі өте жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Барлықтарыңызға ас болсын.